Сәлем достар. Көктем мезгілінде адам әлсіреп, көктемгершілік болып ұйықтай бергісі келеді. Сонымен қатар ауа райы бірде жылы, бірде суық болып тұмау белең алады. Ал тұмау иммунитеті төмен адамдарға үйір келеді. Сондықтан ағзаның қорғаныштық қабілетін нығайту керек. Ол үшін күнделікті таңертең пайдалы көкөністерден дайындалған сусын ішіңіз. Бүгін мен сіздермен иммунитетті көтеретін, асқазан ішек жолының бауырдың жұмысын жақсартатын, гемоглобинді бірден көтеретін, қан қысымын қалыпты ұстауға және запорда көмектесетін, үй жағдайында көкөністерден жасалатын сок рецептісімен бөлісетін боламын. Ал енді согымызды дайындауға кірісейік. Мен қазір сіздерге соктың екі түрлі рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қызылша, сәбіз, алма және банан қажет болады. Ең алдымен бір түйір алмамызды ортасынан бөліп, ішіндегі сүйектерін тазалап, майдалап турап аламыз. Келесі бананымыздың қабығын ашып, оны да майдалап турап, бір тарелкаға салып дайындап қоямыз. Содан кейін жарты қызылшамызды да майдалап турап аламыз. Ендігі кезекте ұсақтап туралған көкөністерімізді блендерге салып, үстіне 400 мл су құйып, жақсылап езіп блендерлейміз. Менің блендерім кішкентай болғандықтан мен 200 мл су құйдым. Дайын болғаннан кейін тағы да 200 мл суды құямын. Суды әркім өз қажетіне қарай құйса болады. Біреу қою қып ішкісі келеді, біреу сұйық қып ішкісі келеді. Міне біздің иммунитетті көтеретін согымыз дайын болды. Дайын болған соқты тоңазытқышта бір күнге дейін сақтауға болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Екінші иммунитетті көтеретін согымыздың рецептісі. Бұнда да бірінші алмамызды турап аламыз. Алмамыздың қабығын алсаңыздар да болады, алмасаңыздар да болады. Әркімнің өзінің еркіне қарай. Мен барлық витаминдері қабығында деп есептеп, қабығын алмай жасаймын. Келесі бананның орнына Сәбіз өте С витаминіне бай екенін білесіздер. Бананмен де сәбізден де жасап көріңіздер. Екеуі де витаминдерге бай және иммунитетті өте жақсы көтереді. Кімге қандай дәм ұнайды, әрі қарай соны жасап іше болады. Соңынан бағана қалған жарты қызылшамызды ұсақтап турап, барлық көкөністерді блендерге салып, суымызды құйып, жақсылап біркелкі масса болғанша блендерлейміз. Міне біздің иммунитетті көтеретін екінші табиғи көкөністерден жасалынған согымыз дайын болды. Егер қою қып ішсеңіздер, қою ішсеңіздер, сұйық қып ішсеңіздер, қажетінше су құйып ішсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ақпаратым пайдалы болса, таныстарыңызбен бөліссеңіздер. Және де каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.